Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 1 бөлім 14 сабақ 52 жаттығу. Мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы деп кейді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Мәтіннің авторы Фариза Оңғарсынова. Енді осы мәтін бойынша тапсырмаларға келсек, бірінші тапсырма мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Бұл мәтін тәртіпсіз балалар туралы. Балалар бір мысықты қуып, оны қинап, ойнап жүреді. Оны көрген Әлима апай іштерінде жібі түзу бала бар ма деп ұрсады. Жалпы жібі түзу бала деген сөз ол тәртіпті, әдепті, артық қылығы жоқ, дұрыс жүретін баланы солай жібі түзу бала деп айтады. Мәтінге тәртіпсіз балалар деген ат қоюға болады, немесе жібі түзу бала деген ат сай келеді. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой балалар тәртіпті, мейірімді, жануарларға қамқор болу керек. Адамның жібі түзу болуы оның адамгершілігі мен дұрыс мінезі және әдептілігінен көрінеді. Келесі тапсырма балалар нені дұрыс істемеді, олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Балалар бұл жерде мысықты қинағаны дұрыс емес, ол жануар болса да тіршілік иесі, әрбір тіршілік иесіне дұрыс көзқараспен қарау керек. Оларға қолдан келгенше зиян тигізбей, керісінше қамқор болып жүру керек. 53 жаттығу. Мақалдарды көркем жаз. Бірінші, әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Екінші, әдепсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал жақсы. Мақалдардың мағынасын топта талқыла. Бірінші мақалға келетін болсақ, әдептілік баланың ең үлкен байлығы. Әдепті бала өзгелерге сыйлы, тәрбиелі, ар-намысты болып өседі. Әдепсіз бала адамгершіліктен алшақтап, көптің алдында қадірсіз болады. Ал екінші мақалға келсек, әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы дейді. Әдепсіз, көргенсіз адам қоғамға пайда емес, зиян келтіреді. Ал тал болса да тәртіппен өскенде әдемі, көркем болып, адамдарға пайдасын тигізеді. Бұл жерде әдепсіз адамды табиғаттағы қарапайым талдан да төмен қойып тұр. Әдептілік пен тәртіп адамды құрметке бөлейтін асыл қасиет, ал әдепсіздік адамды қадірсіз етеді. 54 жаттығу. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра. Құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде. Сызбада оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы және оқиғаның аяқталуы сызбасы берілген. Оқиғаның басталуына аулада бір топ бала ойнап жүрді. Олар мысықты көріп, қолдарына тас алып қуалап қоя берді. Ал оның әрі қарай дамуы, балалардың бірі мысықты ұстап алды, екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Мысық шырылдап қашпақшы болғанымен дәрменсіз еді. Ал оқиғаның аяқталуы, осыны көрген Әлима апай ашуланып, балаларды тоқтатты да мысықты босатқызды. Сосын іштеріңде жібі түзу бір бала болмай ма деп қатты ренжіді. Енді осы әңгіменің көркем мәтін екенін дәлелдейміз. Бұл әңгіменің басталуы, дамуы, аяқталуы бар. Және кейіпкерлердің іс-әрекеті анық бейнеленеді. Сонымен қатар мысықтың шырылдауы, апайдың ашулануы, бұлар көңіл күйді білдіреді. Сонымен қатар тәрбиелік мәні бар, балаларға әдептілік пен жанашырлықты үйретеді. Сол себепті бұл мәтінді біз көркем мәтінге жатқыза аламыз. 55 жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Жоспар мен суреттердің көмегімен жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Сурет бойынша айтып көрсек, жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін деген тақырыпта. Мысалға, ағаш бастапқыда ол тірі табиғатқа жатады, уақыт өте кеуіп қалады, содан кейін өлі табиғатқа айналады. Мысалға, құстың жұмыртқасына келетін болсақ, одан балапан шығады, ол да тірі табиғатқа жатады. Ал егер балапан шықпаса, жұмыртқа шіріп өлі табиғатқа
айналады. Банкадағы қиярды алатын болсақ, бақшада өскен кезде ол тірі табиғатқа жатады, бірақ оны жұлып алып тұздасақ немесе банкаға салатын болсақ, ол өлі табиғатқа айналады. Балапан ол жұмыртқадан шығып тірі табиғатқа айналады, бірақ өліп қалса тіршілігі тоқтап өлі табиғатқа қосылады. Тірі табиғат әрқашан өзгеріп тұрады, уақыт өте келе жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Осы тапсырма бойынша жоспарды толықтыратын болсақ, бірінші жанды табиғаттың өлу себептері, екінші жанды табиғаттың өлі табиғатқа айналуы, үшінші табиғатты қорғаудың маңызы деген жоспармен толықтыруға болады. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюларыңызды өтінемін. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып және де оңай көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.